Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Әсел. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын оливье салатын дайындайтын боламыз. Ал кеттік, менімен бірге дайындап тастаңыздар. Бізге шұжық, картошка, қайнатылған жұмыртқа, сәбіз, соленый огурцы, маринованный, және де майонез және жүгері қажет болады. Картошканы кубик қылдырып тураймыз. Қатты ірі қылдырмай, орташа көлемде тураңыздар, сонда әдемі көрінетін болады. Бізге қажет барлық ингредиенттерді осылай кубик тәріздес етіп, шағын-шағын қылдырып, әдемі қылып турап шығамыз. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, салаттан бөлек неше түрлі тәттілердің, басқа да оңай дайындалатын салаттардың оригинал рецепттері бар. Міндетті түрде кіріп қараңыздар және жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тіркеліп алыңыздар, сол кезде менің салған видеоларымды бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Бізге негізі жүгерімен ұнайды, сол себептен мен жүгері қосамын. Сіздер қалауларыңызға қарай горох қоссаңыздар болады. Салатымыз дайын болып келеді. Майонезін салдық. Жақсылап араластырамыз. Ең керемет сәт осы сәтте, дәмін көріп тұрып араластыру деген. Ал ас болсын, өте тез дайындалатын салатты дайындап тастадық. Каналға тіркеліп алыңыздар және де лөпіл қалдырыңыздар.